There's a heaven here of choices that are calling. On the other side of earth there's only fear. Кішкентай кезімнен қызғам, әкеммен бірге балыққа шығатын болғам, достарыммен бірге қасында жүрем. Кішкентай сеткімен, жайықтың жағасымен жүретін болғам. Кішке өзім өсе келе балдармен осылай шығып, балыққа шыға бастадық. В среднем где-то погодаға байланысты 2 аптада бір 2 рет па, сондай 1 рет иногда. Ұстаған балықтар не істейсіздер? Балықтың крупныйларын қуырып жейміз, қалғандарын солить етіп тастаймыз кішкентайларын. Ата-аналар поддержка береді, әкем. Осы үстімдегі киімнің бәрі әкем қойып беріп жатқан. Лицейде фишинг клаб ашылған жоқ па? Лицейде білмедім, ондай ой болған жоқ, себебі ондай қатты көп емес қызығатын адамдар. Мен ойымша. Шыдай алмай мысалы. Сәйттіш? Рыбалкада көп адамдар шыдамайды. Негізі рыбалкада терпеливость керек. Көбісі шыдамай, мысалы тонат, зимний рыбалкаде үйге кеткісі келеді. Соңғы рыбалкаде таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін отырдық кісілер екеуміз. Оны істейсіздер ма кейде? Сол кейде мысалы летний рыбалкаде де қонуға алады, зимний рыбалкаде в основном қонуға рұқсат бермейді қалада. Тек сағат 9-ға дейін аулай аласың. Негізі ең қызығы қайсы қандай формат? Қызығы летний ғой. Мысалы біз Ганшкинге барған кезде үйде қонамыз, сосын қайықпен бір сағаттай жүреміз, каналға теңіз жаққа дейін примерно. Сосын андай бір не болады, остров сияқты сол жаққа палатка, костер анау-мынау қонамыз. И ол жақта в основном үлкен балық, сазан сондай жайын. We all once made the passage. It's so easy to forget where we could be.